Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бізде Алиханның құлағы ауырып музыка тыңдап отырмын. Түнде құлағым ауырды дейді. Соны біз лорға апара жатырмыз, бір тексертіп алайық деп. Сосын жолай Алиханды, Аянаны. Жолай емес енді, Аянаның сабағы 11-де. Бізде сағат 9:30. Оған дейін шығармыз. Сосын Аянаны сабаққа тастап кетеміз. Сосын бір жерге баратын кезде сыртқы қалтаға өстіп қолыңды салып жібересің, алған кезде барсаңыздар. Осылай құрттырады. Шарты қып болса да мен оған риза болып отырмын. Бізде күн бүгін аяз, қатты суық. Біз лордан шықтық, Алиханды тексерді, мұрнын, құлағын бәрін тазалады. Бірақ рет қана лордан шықтық, Алиханның құлағын, мұрнын барлығын тексерді, тазалап берді. Салқын тиген, сол құлағына кішкене салқын тиген. Басқа келмей қойсаңыздар болады деді, бір-екі дәрі беріп тамызатын. Сонымен жазылып кетеді деді, Құдай қаласа. Асқындырмай тезірек алып келгендеріңіз дұрыс болып тұр. Кеше түнде ауырды. Азында сразу лорға жүгіріп келдік қой. Оған да шүкір деп, әйтеуір қатты ауырмағанына. Анүлік наушник алаңсыз, андай флешка салып берді папасы, Енді флешкамен өлең тыңдап, рахаттанып жүр. Біз енді Магнумға келдік, карточкамызде шамалы ақша бар еді. Қазір Алиханды ойнатып, аяқ-көш шығатын уақыт болады. Сосын аяқ-көшті алып, сразу қайтарымыз үйге деп Магнумға келіп жатырмыз. Өзім де кішкене ауырып тұрған сияқтымын. Анүлік жүгірді, жаңа жылды сағынған. Қараңыздар, уже жаңа жылға дайындық. Анүлікке керек екен. Бізге челленджге керек еді ме? Секунда ата, Алихан қара, Аяз атаны қара. Атаны қара. Алиханның көңілге көтерілсін деп алып келдік негізі машинаға, ойнатуға. Әчкейін қара ой? Күшті, секунда екен мә, нәқтің бәрі жаңа жыл болып жатыр ғой уже. Қысы келген жоқ, уже жаңа жылды заттар толып тұр. Осылай ерте шығарады ғой. Сағынып қалдық жаңа жылды, қысты. Нәқта неше түрлі ғыдықтар. Міне, ата. Ой, қызым, қайдасың? Жаңа жыл. Бұл маған. Осы күшті екен қайта, Есер. Өне жерде, бүйтіп ұстап тұрады екен, кегенде. Ападук. Жаңа жылды қач келе. Алихан папаға көрсетші. Ой, Анүлік деген болды. Бұл аяқ-көш қадырсы екен, Гелі бұйма сондай нақылик ол, Не, бағасы? Аязы тақылап атыр. Маңғырауыңыздар, артында елка тұр еще. Артында елка. Кішкентай. Артында елка. Міне алдыңғы жылы біз ашқан адвент календарь. Новый тау болып керек биыл, Құдай қаласа. Күшті нағыра, тофифи. Ой. Ойбай, ұзын. Алихан бой, жоқ, Алихан боймен бір теңескен. Аны ішінде бәрі тофифи мекен. Сен мен бір дейма, Алихан? Дейма? Бай, күшті екен, Тұрш, Алихан сөйтіп тұрш. Былай түсірейін сен, былай түсірейін. Кішкентай екен. Алихан бойымен бірде жоқ шығар енді бұл жерде.
Біз уже шықтық, и Анелік осындай булочкалар алып алды. Біреуі творогпен, сенікі творогпен ба? Аякошқа барам дегенше, қарнымыз ашып қалады деп булочка жейміз. Қазір тәтті көп жеп жүрген жоқпыз өйткені, чисті қара су, кәдімгі нан жеп жүрік. Творог бар ма ішінде? Сенікі бар аяқта бер, Алихан өзіне бер. Біз Аякошты күтіп отырмыз. Бауырымды сағындым деген сөзін алған сағындым. Міне Айкоси келе жатыр алақай. Айкоси келді сабақтан алақай. Қарның ашты ма? Иә. Сау осындай свежий булочка кеп қойдық. Ірімшікпен келем. Аякош мектебіне кішкене шоколад алып кеткен. Соны апайынан тығып жепті да, жәймен бетіп жепті. Сосын апайына айтыпты. Апай, мен сізден тығылып шоколадты жеп қойдым деп. Еще айтып берді апайына өзі. Одан не қызық болды? Сығыттық, сосын тоғыз өттік. Үйге бақыр соның азам. Үйге тездетіп келіп, Аякошты алып келдік. Анелікті сабаққа алып кетті папасы. Енді тезірек тамақ істеп жүріп жатырмын обедке. Қазір бір магазинге барып көргім келіп тұр. Инстаграмнан көріп едім, бір күшті сырт киім. Егер менің, бәріміз барамыз ғой. Егер менің размерім болса, дәл сол суреттегідей әдемі болса, соны алғым келіп тұр. В общем, мен жаңағы ұнатқан киімімді барып көрсем, именно маған керек цветі жоқ екен. Сонымен тоо деп қалдым. Келесі апта тағы заказбен келуі мүмкін, заказ беруіміз мүмкін, хабарласамыз деп қалды. Жолай мынандай тақия алып алдым. Ол Анеліктің заказы, Анелік каналына бір челлендж түсіргісі келіп жатыр. Оны да сіздер жаздыңыздар, қандай челлендж деп ойлайсыздар. Міне, Анеліктің осындай заказын апаратырмын үйге. Қазір енді бір-екі заттарымызды алып, сосын Анелікті сабақтан алып кетеміз. Ауылдан келіп, пакет заттарды енді реттестіріп жатырмын. Бізде неқта бір прихожка бар да, салқын. Сол жаққа шығарып қоям. Қазір ауылдан Жаңаөрғаннан келген, бер жіберген асқабақтар, Сарыағаштан келген банкілер, әпшем бар Сарыағаштан. 4 біреуін аштық, осындай банкысын. Ащы емес ше, күшті тамақтармен, қою тамақтармен, әсіресе плов, рашкелермен жеуге прям күшті екен. И жылда өстіп әпшелер маған көп банкалып бер жібереді. Сосын көп болгарский, зелень, андай редиска алып келген. Жартысын салат қылдым, осы қалғандарын реттеп жатыр едім ғой. И болгарскийден осындай қарасаңыздар, бәрін емес, жартысы не қылып тастадым. Голубка жасап тастадым, мына жер шашылып жатыр, прям осы жерге сразу жасадым. Енді осыны қатырып тастау керек. Қазір морозилькке сыйғызып. Осылай жүгіріп келіп, балаларға шай тамақтарын беріп, өстіп ертеңге тамақ дайындап қойып жатқан жайым бар. Біз үйге келдік, Анелікті алып келдік, тамақ шайымызды ішіп алдық. Енді ауылдан келген заттарды әлі реттеген жоқ едім. Соларды қазір реттегім келіп тұр. Ал қыздар деген банан жейсің ба? Папаға айтшы. Қыздар почеркілерін жөндеу жұмыстарымен айналысып жатыр. Аякош осындай көркем жазудан әріп жазып үйреніп жатыр. Анелік те әріптерді жазып үйреніп жатыр. Почеркін дұрыстау. Бұлар мынандай үлкен көзге өткесін. Кәдімгідей Анелікке қиын болып жүр. Сенікі кішкентай көз. Осылай екеуі жұмыс жасап отыр. Золотойлар, молодец. Ал мен қазір кухняда әлі шаруаларым бар. Біз үйде асықпай отырып алып, кезек ауырып жатырмыз ғой. Алихан жазылып жатыр, тфә. Енді мен шамалы ауырып қалдым, сразу дәрі, анау-мынау тез жазылудың жолын жасап жатырмын, енді білмеймін. Анелік осылай раскраска бояп отыр екен. Мен видеоны осы жерден аяқтаймын. Бізге лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздердің барлық пікірлеріңізді оқимыз. Біз үшін өте маңызды. Қолдап жүргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.